Сәлем баршаңызға. Бізге керек заттар: ұн, жұмыртқа, сары май, су және қаймақ. Маған қанша кеткенін осы видеоның астына жазатын боламын. 500 грамм ұнға 200 грамм сары майымызды теркадан өткіземіз. Сары майымыз холодильникте тұрған болу керек, мұздай болу керек. Барлығын өткізіп болғаннан кейін осылай ұн мен сары майымызды біріктіреміз. Осылай біріккенше қолымызбен осылай істеп шығамыз. Ортасын ашып, жаңағы қаймағымызды, жұмыртқаның сарысын және жұмыртқа саламыз. Суға кішкене шым-шым тұз салып, суымызды құямыз. Барлығын осылай араластырып, қамырымызды жасаймыз. Осылай қамырымызды жасап аламыз. Бұдан артық ұн салмаңыздар, жаңағы 500 грамм ұнымыз жетеді. Пакетке салып, 1 сағатқа холодильникке қойып қоямыз. Міне 1 сағаттан кейін алдым. Осылай екіге бөліп аласыздар. Кішкене ұн сеуіп, қамырымызды жаямыз. Қамырымыз жұқа болғанша жайыңыздар. Сонда қамырымыз осылай қатпарлы болып шығады. Міне 100 грамм сары майымызды осылай ертіп алыңыздар. Дәл осылай ертіңіздер. Сосын қамырымыздың барлығына жағып шығамыз. Осылай қамырымыз қатпарлы болу үшін жаңағы сары майымызды кішкене 15 минутта кептіріп қоямыз. Және үстіне осылай кішкене ұн сеуіп жіберіңіздер. Сонда ол қатпарлы болып шығады кәдімгідей. Осылай 2 сағатқа холодильникке тағы да қойып қоясыздар. Міне 2 сағаттан кейін осылай алып, кесіп, дайындайсыздар. Міне бір осылай қамырымызды кішкене ұнға аунатып аламыз да, осылай 4-5 ретте оқтаумен жайып шығамыз. Одан көп жаймаңыздар, себебі қамырымыз қатпарлы болмай қалады. Міне осындай болып шығады. Мен тауықтың етімен жасадым. Міне қараңыздар, осылай қамырымызды екіге осылай бөліп, екі шетін осылай басып шығасыздар, қатты баспаңыздар. Міне осылай өріп шығасыздар. Осылай жанынан бастап, аяғына дейін осылай өресіздер да, аяқ жағын осылай кішкене бұрап, бүйтіп астына тығып жібересіздер. Міне осылай барлығын осылай өріп шықтым. Бір жұмыртқаны алып, вилкамен осылай араластырып жібересіздер де, үстіне жағып шығасыздар. Ештеңе қоспаңыздар, сүт қосуға бола ма дейді, бірақ жоқ, қоспаңыздар. Осылай жағып шығасыздар. Үстіне кунжут, мак септім мен. Өздеріңіздің қалауыңыз, сеппесеңіздер де болады. Міне осылай 180 градуста жарты сағаттай пісіріп аламыз. Міне қараңыздаршы, осындай ауызда еріп кететін самса ғой негізі. Осын жасап көрсеңіздер, барлығына ұнайды деп ойлаймын. Себебі менің отбасым барлығына ұнады. Сіздер де жасап көріңіздер, маған тіркеліңіздер, комментария қалдырыңыздар.